Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Маңғыстау арнасының тікелей эфирінде орта толсын. Біз өз жұмысымызды бастаймыз. Бүгінгі күндеріңізге баршаңызға сәттілік тілейміз. Біз бүгін кәсіптік техникалық білім беру келешек кепілі деген тақырып алып отырмыз. Осы тақырып аясында бізге сұхбаттасуға ортамыз толтырып келген мейманымыз бар. Маңғыстау облысы білім басқармасының техникалық және кәсіптік білім бөлімінің басшысы Жания Сармусина. Қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, өте жақсы. Енді алдымен осы оқу жылы қалай аяқталды, содан бастайықшы. Енді себебі індеттің әр салаға тигізген кесірі барын баршамыз білеміз. Індет биылғы жылғы пандемия енді былтырғы жылдан басталды. Былтырғы жылы бізде сәуір айынан басталды. Бұның үлкен білім саласына үлкен әсері болды. Біздің болашағымыз жастар дейтін болсақ, білімді ұрпақ дейтін болсақ, бұның індеттің үлкен әсері тиді. Себебі біздің жергілікті аймақтың санитарлық талаптар сақталуы, сосын пандемияның кезіндегі қай аймаққа кіруіне байланысты біз дәстүрлі түрде де білімді жалғастырдық. Одан кейін барып біз қайтадан аймақтық ерекшелікке байланысты қайтадан қашықтан оқытуға жібердік. Бірақ биылғы жылғы оқу жылын бізде қазіргі таңда 5100 түлек бітіреді деп күтіліп отыр. Бірақ осы 5100 түлектің бітіруді біз қорытынды аттестация дейміз. Енді қорытынды емтихандар, халыққа түсінікті тілмен айтқанда, қорытынды емтихандарды штаттық түрде және қашықтықтан өту түрде біз рұқсат етілді. Бұл мамандықтардың түріне, бағытына байланысты. Енді қазіргі таңда бізде 3200-дің үстінде білім алушымыз штаттық түрде келіп емтихандарын тапсырады. Қорытынды аттестаттауды бізде қорытынды емтихандардың негізгі комиссия мүшелері өндіріс орындарынан алынады 60%. Біз еңбек нарығына маман дайындап отырғаннан кейін біздің қорытынды емтихандарымыз осы өндіріс орындарының мамандарын тарту арқылы сол кісілер келіп өздері емтихан алады. Және сонымен қатар былтырғы оқу жылынан бастап бізде емтихандың жаңа түрі бар. Демонстрациялық емтихан деп аталады. Біз жұмысшы мамандықтарын және орта буын мамандықтарын дайындауымыз керек. Біздің негізгі мақсатымыз олардың тәжірибелік дағдыларының қалыптастыру. Демонстрациялық емтихан дегеніміз бұрынғы жылдары белгілі бір қорытынды емтихан тапсырған кезде белгілі бір жобаны, дипломдық жобаны қорғайды, немесе емтихан тапсырып, билет арқылы емтихан тапсыратын болса, қазіргі таңда демонстрациялық емтиханда барлық жасайтын, егерде ол дәнекерлеуші болса, дәнекерлеп көрсету керек, немесе электрик болатын болсақ, электр тоқты жалғауларының барлығын көрсетіп, практикалық машық. Бұдағы мақсатымыз өндіріс орындарынан келіп отырған біздің мамандарымыз, біздің жақсы бітіруші түлектерімізді ары қарай жұмысқа орналастыру, еңбекке нарығына қосу және практикалық дағдысын дамыту. Бұлар да бізде дәстүрлі түрде өткізіледі. Енді жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, өндіріс мамандары емтихандарды қабылдайды деп. Бұл оқу жүйесіне жақында енгізілген өзгерістер ма, немесе бұрыннан осылай қалыптасып келе жатыр ма? Жоқ, бұл бұрыннан бар. Бізде қорытынды және ағымдық бізде білім ғылым министрлігінің 125-ші бұйрығы бар. Ол бұйрықта мектептің де, колледждердің де, жоғары оқу орындарының барлығының да қорытынды аттестаттауды қалай жүргізіледі. Ол қорытынды аттестаттауға комиссия мүшелеріне кімдер тартылады? Әр саланың өзінің ерекшеліктеріне байланысты. Техникалық, кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру саласында бізде комиссия мүшелерінің 60% өндіріс орындарынан тартылады. Әр сала өзінің маманына байланысты. Түсінікті. Ал емтихандар қашан басталады? Қазір таңда бізде қорытынды аттестаттау емтихандары басталды. Басталды. Енді маусым айының аяғына дейін бізде қорытынды емтихандарымыз бітеді. Одан кейін диплом тапсыру рәсімі өткізіледі. Диплом тапсыру рәсімінде де біз көп адамдарды жинақтамау, немесе белгілі бір әртүрлі шараларды өткізуге тыйым салып отырмыз. Бұл да арақашықтық сақталып, колледжге келіп, диплом
тапсыру рәсімдері өтеді. Бірақ белгілі бір мерекелік шаралар өткізу, ондай нәрселерге тыйым салынған. Түсінікті. Облыс бойынша осы оқу жылын 5100 студент қорытындылайды. Орта білімнен. Түлектік. Енді жалпы мынау індетке байланысты жаңа алдыңғы сөзіңізде өзіңіз айттыңыз, сәуір айында басталған індет барлық жерді шарпыды. Осы оқу маусымына түсетін студенттердің саны азайып қалған жоқ па? Енді биылғы жылғы түсетін студенттерді бізде 25 маусымнан қабылдау басталады. Біз қазіргі таңда ақпараттық түсіндіру жұмыстарымен айналысып жатырмыз. Биыл себебі үлкен өзгеріс болып отыр. Бұрынғы жылдарға қарағанда техникалық, кәсіптік және орта білімнен кейінгі білім беру саласына үлкен көңіл бөлініп отыр. Осыған байланысты біз қазір толық ақпараттық түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Өзіміздің сайттарымызға, YouTube каналдарға, Instagramға, Facebookқа инфографикаларын жасақтап жатырмыз. Бұл үлкен ауқымды жұмыстар жүргізіліп жатыр. Және сонымен қатар біз Facebook парақшада жалпы биылғы жылы қанша жобамен бізге мектеп оқушылары 9 сыныптан кейін қабылдаймыз, 9 сыныптан кейін және 11 сыныптан кейін қабылдаймыз. Осы бойынша біз сауалнама жасақтаған болатынбыз. Сол сауалнаманың қорытындысымен әзірге ондай қатты азаю байқап отырған жоқпыз. Келетін студенттер, биылғы жылға келетін. Және сонымен қатар бұл әр мектептен түсіндіріп солардан сұрау негізінде 3000 үстінде бала колледжге барам деп ниет білдірген. Бірақ егер өткен жылы қанша бала, енді біз сәуір айда отырғанбыз, өткен жылдың сәуір айында басталды ғой. Биыл бір жылды осы пандемиямен аяқтап отырмыз. Былтырғы жылы бізде жоспарланған меже толық орындалды, толық келді. Жалпы біз 2 бағдарлама бойынша жұмыс жасаймыз. Жергілікті бюджеттен қабылдаймыз, және сонымен қатар нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту еңбек бағдарламасының аясында да мүжәлсіз отбасынан шыққан, әлеуметтік жағынан аз қамтылған отбасының балаларына арналған арнайы бағдарламалар. Бұл бағдарламаға егер де біздің қазір ата-аналарымыз тыңдап отырса, жалпы мектеп бітіруші түлектеріміз тыңдап отырса, бұл бағдарламамен де оқуға тапсыруға болады. Ол үшін аудандық, қалалық білім бөлімдерінде мобильдік топтар жұмыс жасайды. Аудандық, қалалық білім бөлімдеріне барып, сол жерде біз қандай мамандықтарды алатындығымыз барлығы, қай колледждер қандай мамандық алатыны көрсетілген, сол жерлерге барып, жолдама алу арқылы ешқандай емтихан тапсырмайды, жолдамаменен оқуға түсе алады. Енді биылғы жылғы басты жаңа рұқсат етсеңіз тоқталып өтейік. Биылғы жылы біз техникалық кәсіптік білім беру ұйымдарына талапкерлерді қабылдауды 25 маусымнан егов электрондық үкімет порталы арқылы жүзеге асырамыз. Бұл 25 маусымнан басталады. Және биылғы жылға колледжге түсу үшін емтихан тапсырмайды. Енді біз орта буын мамандарға түсу үшін конкурстық балл қалай анықталады дейтін болсақ, мектеп бітіруші аттестатындағы ортақ баллы, сосын бір міндетті пән, бір бейіндік пәні қаралады. Міндетті пән деп отырғанымыз қазақ мектебін бітірген балалар үшін қазақ тілі, орыс мектебін бітірген балалар үшін орыс тілі. Екінші бейіндік пәні бұл мамандықтарына байланысты. Егер де ағылшын тілін таңдайтын болса, онда бейіндік пәні ағылшын тілі болады. Немесе жаңағы ақпараттық жүйелер мамандығын таңдайтын болса, бейіндік пәні математика. Осындай мамандықтарға қатысты. Сосын әрі қарай енді біздің талапкеріміз не істейді? Биылғы жылдың тағы бір жаңалығы, енді колледждерге қабылдану үшін ортақ балын, немесе жаңа бір бейіндік, бір міндетті пәндегі балын колледждер анықтамайды. Оны ақпараттық жүйе анықтайды. Ақпараттық жүйе өзі арнайы ранжирование жасап, анықтап шығарады. Ол үшін біздің талапкерлеріміз егов үкімет порталы арқылы өзінің құжаттарын тапсырып жібергеннен кейін
неге ақпараттық жүйе арқылы өзінің қай жерде тұр, құжаты қалай қабылданды, бірінші құжатыңыз қабылданды деп келеді ғой. Оны ары қарай олар абитуриент еду KZ дейтін ақпараттық жүйеміз бар. Сол жүйе арқылы өздерінің ары қарай процестерін бақылай алады. Және биылғы жылғы тағы бір жаңалығымыз, колледжге тапсырушы талапкер 4 колледжге дейін, 4 мамандыққа дейін таңдай алады. Мысалы, бұрын жоғары оқу орнына тапсырған кезде біз 4 жоғары оқу орнын таңдай аламыз, 4 түрлі мамандық таңдай аламыз. Егер де мысалы, биылда да колледжде осы жүйе енді. Мысалы, бірінші мамандыққа конкурстық балы, мектеп бітіргендегі аттестаттағы конкурстық балы төмен болып, ілік алмай қалатын болса, онда ол келесі таңдаған мамандығына өте алады. Бұл 4-ке дейін, мысалы, бала өзінің еркінде бір колледж бір мамандық таңдауына болады, бір колледждің 4 мамандығын таңдау болады, немесе 4 колледжге 4 мамандыққа дейін таңдау мүмкіншілігі бар. Бұл үлкен мүмкіндік жасалып отырған. Себебі балалардың өзінің қалауымен қалаған мамандыққа деген түсу. Көп жағдайда бізде түсінбей қалады, немесе бір колледжге апарып құжатын апарып тастайды, сосын ойланады, немесе бір жолдастарына еріп, бұл жерде үлкен таңдау. Және сонымен қатар ақпараттық, жаңа айтып отырмын, абитуриент еду KZ дейтін біздің ақпараттық жүйе білім басқармасы тарапынан жасақталды. Әр өңірде де осылай, республика бойынша дәл осы жүйемен жүреді. Әр өңірдің ақпараттық жүйесі бар. Және сонымен қатар бұл ақпараттық жүйеде кәсіби диагностика бар. Ол талапкерлерге өтуге міндетті емес, бірақ осыны өту арқылы ол өзінің қандай мамандыққа бейім екенін анықтай алады. Жерде бірнеше 96 сұраққа деген сұрақ бар. Бала егер де талапкер, ол 9 бітірген бала әлі анықтай алмайды, қайда барғысы келеді. Ана мамандықта жақсы сияқты, мына мамандықта жақсы сияқты. Баланың өзінің бейінін анықтау үшін осы жерде ерікті түрде өтетін кәсіби сауалнама бар. Осы сауалнама арқылы өзінің қай мамандыққа бейім екенін, оның қай салаға жұмыс жасауына мүмкіншілігі бар, осы кәсіби диагностика анықтап береді. Бұны ерікті түрде өте алады. Өзі үшін қарап, өзінің мамандығын таңдау үшін. Одан кейін 20-шы бізде тамызға дейін құжаттар қабылданады. Енді қорытындысы барлығы 9 сыныптар үшін бізде 23-ші тамыз күні қорытындысы шығады, конкурсқа түсетіндер үшін. Орта буын мамандықтарына тапсыратын болса, конкурсқа түседі. Жаңа айтып отырғандай, аттестаттағы ортақ балы, сосын бір міндетті, бір бейіндік пәні қаралады. Ал 11-ші сыныптан кейінгі біздің талапкерлеріміз үшін 25-ші тамызда шығады. Бұл жерде тағы бір ерекшелік бар. Бұл өнер саласының мамандары. Өнер саласына егер де түсетін болса, 29-шы шілде менен 2-ші тамыздың арасында бұның нәтижесі ертерек шығады. Бұл неге биылғы жылға түсуде өзгеше. Сонымен қатар бізде жаңа айтып отырмын, жалпы мамандарды қабылдауды 3 деңгейге бөлеміз. Жұмысшы мамандықтары, орта буын мамандары және қолданбалы бакалавр. Жұмысшы мамандықтарына егерде талапкер түсетін болатын болса, ол ЕГОФ арқылы құжатын тапсырғаннан кейін бірден әңгімелесу арқылы аттестаттағы балы да, аттестаттағы бағасы да қаралмай, әңгімелесу арқылы колледждерге тікелей түсе береді. Бұларда ешқандай конкурстық бал жүрмейді. Конкурс тек қана орта буын мамандарға тапсырған талапкерлер үшін жүреді. Ал орта буынға тапсыру үшін жаңа мен сізге айтып кеттім. Тағы бір қайталап өтейін. Мектеп бітіргендегі аттестатындағы ортақ балы, және сонымен қатар бір міндетті пәні, сосын бір бейіндік пәні қаралады. Сосын жалпы бізде 3 сала бойынша педагогика, мәдениет саласы, өнер саласына баратындар, медицина саласына баратындар үшін алдын ала ақпараттық жүйе бұл балаларды конкурсқа түспес бұрын шығармашылық емтиханнан өтуге жұмсайды. Колледждерге барып педагогика саласы бойынша
и өнер саласы бойынша олар өздерінің шығармашылық емтиханынан өтеді. Бізде өнер саласы бойынша өзі бірақ колледж, Маңғыстау өнер колледжі, өзінің мамандығына сәйкес жаңа белгілі бір шығармашылық емтиханынан өтеді. Педагогика бойынша да солай. Педагогикада мамандықтарына байланысты әңгімелесу арқылы олардың бейінін анықтайды. Дене тәрбиесі мамандығына тапсыратын болса, онда президенттік тест. Егер де біздің эпидемиологиялық жағдайымыз төмен болатын болса, оның орнына портфолио тапсыратын дене тәрбиесі мамандықтарына. Ал медицина мамандықтары бойынша психометриялық тесттен өтеді. Содан кейін барып конкурсқа түседі. Бұл екінші айтылып отырған талапкерлер үшін осы мәселелер. Осылай өту керек. Педагогикалық мамандықтар өзіңіз білесіздер, ол ертең бітіріп шыққаннан кейін бұлар белгілі бір жас ұрпақты тәрбиелейтін болғандықтан, олардың негізгі әңгімелесу түрінде өткізіліп, содан кейін барып шығармашылық емтиханнан кейін барып несі өтеді, шығармашылық емтиханнан кейін конкурсқа ары қарай қабылданады. Түсінікті. Енді бұл айтып отқан жағдайлардың барлығы да осы оқу маусымында оқуға түсетін студенттер үшін енгізіліп отырған өзгерістер, жеңілдіктер деп қабылдаймыз ғой. Енгізіліп отырған үлкен өзгеріс және үлкен мүмкіндік. Бізде жаңа бірінші бір техникалық кәсіптік білім саласын біздің жастарымызды белгілі бір мамандық алу үшін бағытталып отырған үлкен мүмкіндік. Жалпы бізде бұл тәжірибе былтырғы жылы біз пандемияға байланысты бұрын осыған дейін колледжге тапсыру үшін конкурсқа, мемлекеттік тапсырыс дейміз, халықтың арасында грант деп те атайды. Жалпы мемлекеттік тапсырыспен тапсыру үшін бұрын емтихан тапсыратын еді. Қазір осы рәсім толық алып тасталып отыр. Былтырғы жылы енді пандемияға байланысты алынды, ал биылғы жылдан бастап толық біздің нормативтік құжаттардан емтихан ешқандай тапсырылмайды. Колледжге тікелей түсуіне мүмкіншілігі бар. Түсінікті. Құрметті көрермен, хабарласыңыздар, сұрақтарыңыз болса, алып қосар пікірлеріңіз болса, біз сіздің сұрақтарыңызды, пікірлеріңізді қабылдауға дайынбыз. WhatsApp желісі іске қосылып тұр. Хат ретінде жолдай берсеңіздер де болады. Енді Жания Оңалбайқызы, жалпы қазіргі таңда қаламыздағы колледждердің білім деңгейі қаншалықты жоғары? Облыс орталығындағы ма? Бізде енді жалпы 27 колледж бар. Жаңаөзен қаласында 5 колледжіміз бар. Оның 2-і жекеменшік, 3-і мемлекеттік. Сосын Қарағай ауданында 1 колледжіміз бар. Түпқараған ауданында 1 колледжіміз бар. Маңғыстау ауданында 1 колледжіміз бар. Сосын Бейнеу ауданында 2 колледж бар. Біреуі политехникалық бағытта оқытады, біреуі гуманитарлық бағытта оқытылады. Енді Ақтау қаласында бізде 17 колледж бар. Оның 7-і мемлекеттік, 10-і жекеменшік колледждер. Бірақ жекеменшік колледждерімізде өздерінің материалдық жағдайларына байланысты мемлекеттік тапсырысқа сұраныс бере алады. Енді біз облыс орталығындағы осы Ақтау қаласында орналасқан колледждерді айтатын болсақ, жалпы елбасымыз жастар жылының ашылуында әр өңірде заманауи жабдықталған 10 колледж беру керек деп тапсырма берген болатын. Осының нәтижесінде бізде 20-шы жылы 5 колледжіміз осы жас маман бағдарламасының аясында толықтай заманауи жаңа технологиялармен толық жабдықталды. 21-ші жылы тағы 5 колледжіміз жабдықталып жатыр. Әр өңірде, бір өңірлерде 9, бір өңірлерде 8, бір өңірлерде 10. Бұл конкурс республикалық деңгейде өтті. Осы конкурстан құжаттары өткеннен кейін бізде былтырғы жылы 5 колледжіміз жабдықталды. Біздің колледждеріміз мүмкіншілігінше біз профилизация жасадық, кәсіби бейімдеу бағыттарын жасақтадық. Мысалы, Халел Өзбек Қалиев атындағы Маңғыстау политехникалық колледжі. Бұл колледж біздің облыстағы алдыңғы қатарлы, ведущий дейміз ғой, алдыңғы қатарлы ірі колледжіміздің бірі. Бұл колледжде жас маман бағдарламасымен толықтай жабдықталды. Тағы бір айта кететін жай, бізде үлкен негізгі нәтижелеріміз WorldSkills чемпионаты өтеді. Сол WorldSkills чемпионаттарының жеңімпаздарына демеуші тарта отырып, Кинарис мекемесі осы колледждің студенттеріне бір реттік әр студентке 167 мыңнан шәкіртақы тағайындады.
Бұл да жаңа біздің сонымен қатар мекемелермен тығыз байланыс жасап, жұмысқа орналастыру бағытында да бұл жерде 3 құзыреттілік орталығы бар. Жас маманмен жабдықталған колледждеріміздің барлығы құзыреттілік орталықтары ашылды. Бұл жерде тұрған негізгі жабдықтар өндірісте жоқ алдыңғы қатарлы негізгі өндіруші елдері неміс, Швейцария, әртүрлі осындай үлкен ірі мемлекеттерде орналасқан өндірісте жоқ бізде жабдықтары бар. Өндіріс орындарынан да келіп, өздерінің біліктіліктерін арттыра алады. Бұл үлкен мүмкіндік. Екінші бір колледжіміз Маңғыстау туризм колледжі. Бұл колледж халықаралық деңгейде бірнеше елдерменен байланыс жасап отыр. Өздерінің студенттерін сол елдерден тәжірибе өткізуге де жолдап отырады. Мысалы, Түркия мемлекетімен, Болгария мемлекетімен, Грузия, көршілес Ресей мемлекеттерімен жақсы келісімшарттар жасап, бұл мемлекеттерге өзінің студенттерін жіберіп, тәжірибеден өткізіп отыр. Бұл колледждің негізгі басшылық құрамы Түркия мемлекетіне барып келіп, осындай толық меморандумдарға отырып, студенттері сол жақтан практикадан өтіп отыр. Және бұл колледж негізгі дайындау саласы қызмет көрсету. Кондитер, аспазшы, қонақ үй шаруашылығы, туризм саласы осы бағытта дайындайды. Бұл колледждің де студенттері негізгі бітіруші түлектері, биылғы бітіретін түлектері біздің қазіргі ашылған Риксста жұмыс жасап жүр. Қаладағы барлық қонақ үйлерді осы колледждің студенттерімен қамтып отыр. Әлемдік деңгейде, европалық деңгейде чемпионаттарға қатысып, үлкен нәтижелерге жетіп жүр. Ақтау технологиялық қызмет көрсету колледжі. Бұл колледжде де, мысалы, қызмет көрсету саласы бойынша дайындайды. Бұл да жас маманмен жабдықталған. Мысалы, тігін цехтары бар. Қазіргі таңда біз тігін дегенде пішу, оны тігу деп көз алдымызға елестетеміз ғой. Ал ол жерде барлығын компьютермен белгілі бар 3D форматта белгілі бар локалдары бар ғой. Түгел береді, мысалы, өңірі қандай болу керек, жағасы қандай болу керек. Мысалы, сіз футболка кисеңіз, оның өңірі қалай сызылу керек, соның бәрін компьютермен толық жазып шығады да, машина өзі тігіп шығарады. Бұл қандай? Біздің жаңағы студенттерімізден енді біз IT білімді талап етіп жатырмыз. Себебі IT саласын білмесе, ол бала компьютерді жақсы меңгермесе, ол тігіншінің өзі дизайнер болуы қиындау. Сондықтан олар белгілі бір компьютерлік бағытта да. Қазіргі таңда бізде оқу мерзімдері алып тасталды. Мысалы, бұрын 4 жыл қатып қалған белгілі бір жоғарыдан түскен пәндерді оқитын болсақ, қазір жұмыс берушілерді қатыстыра отырып, бұл жаңадан еніп жатқан жаңалық. Оларға қандай маман керек, оларға қандай білім керек, сонымен отырып программаларды өздері жазады. Сұранысқа ие мамандықтар. Ие мамандықтарға, оның үстіне біз бұрын мысалы тігіншіні дайындайтын болсақ, бізде мемлекеттік стандарт болып та, сода көрсетілген пән ол керек па, керек емес па, оның бәрін оқытып шығаратын едік қой. Бала білуге міндетті де. А қазір жұмыс берушіні тарта отырып, біз мысалы ол компьютерлік білімі керек болса, онда компьютер жағындағы пәндерді көбейтеміз. Тігіннің мынандай саласы керек болса, осындай соның бәрін жұмыс берушілермен бірігіп отырып, оқу бағдарламаларын жазып, осы бойынша сол нарыққа керекті маман дайындау бағытында жұмыстар жүргізіліп жатыр. Енді колледж, өнер саласы бойынша бізде өнер колледжі, оның да бізде түлектері 80% бітірген консерваторияға ары қарай жоғары оқу орнына жалғастырып кетеді. Халықаралық деңгейдегі, республикалық деңгейдегі жеңімпаздары өте көп осы салада дайындап отырған. Гуманитарлық бағытта Маңғыстау гуманитарлық колледжі, Мұрын-жырау Сеңгірбекұлы атындағы, бұл 30 жылдан астам тарихы бар біздің ірі колледждеріміздің бірі. Осы салада негізгі мамандарды дайындап отыр. Енді біз жылда жалпы жаңа мамандықтарды қосып отырамыз. Себебі қазір өзіңіз білесіз, бізде жаңағы индустрия 4.0 дейміз ғой. Өндіріс өте қарқынды дамып кетіп жатыр. Оның артынан еріп ілесіп, соған маман дайындап беру бағытында біз жан-жақты жұмыстар жүргіземіз. Мысалы, биылғы жылы Маңғыстау политехникалық колледжінен құрылыс саласы бойынша бим техник дегенді ашып жатырмыз. Себебі сосын жобалық, сметалық жобалаушы деген мамандықтарды ашып жатырмыз.
олардың бәрі қазіргі таңда керек сала. Өзіңіз білесіз, құрылыс саласына бізде көп жағдайда сырттан келеді. Енді ол мүмкіндігінше біз өзіміздің жергілікті кадр дайындап беру мәселесі осы бағытта жұмыстар жүргізіп отырмыз. Түсінікті. Енді осы орайда WhatsApp желісіне алғашқы хат келіп түсті. Шетелдерге барып білім алуға негіз бар ма дейді. Енді жаңа өзіңіз әдемі қылып айтып отырсыз ғой, колледждерде. Шетелдерде білім алуға егер де бұл жаңағы практикадан өтуге мүмкіншіліктер бар. Себебі егер де екі жақты жаңағы колледждің келісім шарттарына сәйкес, мысалы бізде Маңғыстау туризм колледжінде өте жақсы дамыған, балалар барып, тәжірибе алмасып, білім алып келіп отыр. Және Маңғыстау гуманитарлық колледжі Тольятти жоғары оқу орнымен байланысты тәжірибе алмасу бағытында осындай жұмыстар жүргізді. Практикалық бағытта білім алуға мүмкіншілік бар. Бірақ жалпы сұрақ өте орынды. Біз колледждерге де талаптар қойып отырмыз. Жан-жақты тәжірибе алмасу, ол жақтың студентін бері жіберу, вуздар, жоғары оқу орындарында сияқты жаңа академиялық мобильность дейді ғой. Жалпы біз академиялық дербестік деген бағытқа келе жатырмыз. Егер соны алатын болсақ, онда колледждер өздері жаңағы басқа өңірлердің, басқа шет мемлекеттермен тәжірибе алмасып, академиялық мобильностьтің бойынша оқуға жібере алады. Ол жасалып жатқан жұмыстар. Тағы да бір сұрақ келіп түсті. Сырттай оқуды бұрын алып тастаған сияқты еді. Жалпы сырттай оқуға түсуге бола ма дейді. Сырттай оқуға түсуге болады. Колледждерден толық алып тасталған жоқ. Бірақ барлық мамандыққа түсе алмайды. Себебі өзінің заңдылығы бар. Мысалы, ол жылда өзгеріп отырады. Мысалы, мамандықтардың кейбір мамандықтар сырттай оқудан алынып тасталғандары бар. Мысалы, әсіресе педагогикалық мамандықтар, оның тек мектепке дейінгі тәрбиені ғана қалдырды. Сырттай мамандық алуға мүмкіншілігі бар, бірақ барлық мамандықтар емес. Дәрігерлік мамандық мысалға сырттай оқылмайды. Ол жоқ, ол мүлдем жоқ, бұрыннан да жоқ. Біз енді дәрігер дайындамаймыз, біз тіс техникін дайындаймыз, фармацевтика дайындаймыз, мейіргер дейміз, кіші медбикелерді дайындаймыз. Осы бағытта дайындаймыз, бірақ бұл салада ешқандай да сырттай оқу жоқ бұрыннан да. Бізде енді медициналық мамандық жөнінде сұрақтар өте көп келіп жатыр, бірақ енді бұған мемлекеттік тапсырыс бойынша негізі бюджеттік әкімшілігі денсаулық сақтау басқармасы. Егер де ол кісілер сұранысқа беретін болса, онда жергілікті жерден бізден конкурс бойынша комиссия құрылған, сол комиссия тарапынан қаралады. Болашақтың еншісінде. Енді жаңа өзіңіз айта кеткен WorldSkills жарысы чемпионаты бойынша. Бұл чемпионат жалпы колледждердің білім деңгейін арттыруға өзіндік бір септігін тигізе ме? Иә, бұл чемпионат бұл халықаралық қозғалыс. Біз жалпы Қазақстан 2015 жылы бұған енді ең алғаш жылы бұл жерде білім деңгейінен гөрі біз практикалық машығы деп айта аламыз. Практикалық жасауы білім деңгейі де бар. Себебі егер де біз халықаралық деңгейге өзіміздің студентімізді шығару үшін біздің біріншіден оған жабдығымыз сай болу керек. Себебі халықаралық деңгейдегі. Екіншіден тіл мәселесі. Себебі халықаралық деңгейдегі чемпионаттар ағылшын тілінде жүргізіледі. Осы бағытта біз жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Біз жаңа айтып отырмын, 2015 жылы басталды деп. Алғаш басталған жылы біз екі ғана құзыреттілікпен қатыстық. Компетенция дейді, құзыреттілік, бұл мамандық деп айтсақ та болады, халыққа түсінуі болу үшін. Ал қазіргі таңда, мысалы, былтырғы жылы біз өңірлік чемпионаттың өзі бірнеше топқа бөлінеді. Колледжшілік чемпионат, одан кейін өңірлік чемпионат, одан кейін ұлттық чемпионат, бұл республикалық деңгейде өткізіледі, және ары қарай халықаралық деңгейдегі чемпионат. Енді былтырғы жылы осы пандемияға байланысты біздің ұлттық чемпионатымыз өтпей қалды, бірақ біз өңірлік чемпионатты 60 құзыреттілік бойынша өткіздік. Биылғы жылы енді біз қыркүйек айына өткізуді жоспарлап отырмыз. Ұлттық чемпионат әзір жоспар бойынша қараша айында өткізіледі деп жоспарланып отыр. Біз жылда құзыреттіліктердің саны, мамандықтардың санын арттырып отырамыз. Мысалы, былтырғы жылы біз
киберқауіпсіздік дейді ғой, кибербезопасность. Киберқауіпсіздік құзыреттілігін қостық. Сонымен қатар ұшу беспилотный дейді, пилотсыз ұшу аппараттары, қазір мына дрондар көп қой түсірілетін, соларға байланысты сондай құзыреттілік қостық. Сонымен қатар бізде IT саласында да бірнеше құзыреттіліктер жаңадан қосылып жатыр. Сосын мерчендайзер дейді, витринистика, витриналарды қалай жасау керек, оларды қалай орналастыру керек. Оның да өзінің белгілі бір ілімі бар, оның белгілі бір білімі бар. Соған байланысты біз жылда әлемдік деңгейдегі құзыреттіліктерді қарап, өңірлерді үйретіп, осы салада үлкен ауқымды жұмыстар жасап отырмыз. Биыл алғаш рет біз Baby Skills дейтін жобаны бастадық. Бұл өте қызықты болды. Біздің кішкене бүлдіршілеріміз жалпы кәсіби бағдарды біз баланың санасына кішкене кезден сіңіру керек сияқты деп ойлаймын. Біздің көп жағдайда өзіміздің ата-аналарды тыңдап отырған шығар. 14-15-тегі балаларынан кім боласын десең, балалар мүлдем қазір тек қандай жерде ақша көп, мен сондай маман болғым келеді дейтін. Балада белгілі бір мамандыққа деген қызығушылық, сол мамандыққа деген бейімделу дейтін нәрселер көп жағдайда кішкене оны мойындау керек, кенже қалып тұр. Біз сол бұл жерде ойын фестивалі ретінде өтті. Балабақшаның тәрбиелеушілерінің жоғарғы тобы және мектептің бастауыш сынып балалары қатысты. Өте қызықты болды. Кішкене бүлдіршіндеріміздің біреу шаштараз болғысы келеді, біреу тігінші болу келеді, біреу витринистика, мерчендайзер, тіпті майлау, сылау жұмыстарына да болғысы келетін біздің түлектер, тәрбиеленушілеріміздің арасында. Біз сонымен қатар мектеп жасындағы балалардың арасында Junior Skills дейміз. Бұл мектеп жасындағы балалардың арасында өткізіледі. Одан кейін жас Skills, одан кейін Word Skills, осылардың бәрін ерте бастан сатылай дамыту бағытында осындай жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Қазір бізде көрде қара деген, смотри и делай дейді, көрде қара дейтін жоба жүріп жатыр. Фейсбуктарда қарасаңыздар, бұл жерде де мектеп оқушыларын тартып, колледждерге шақырып, колледждердегі орналасқан жабдықтардан осы нелерді жасап, көру, қарау, осындай жобаларға қатысып жатқан балаларымыз бар. Енді WorldSkills чемпионатының мүмкіншілігі өте жоғары. Біздің мектептегі олимпиада, білім деңгейі дейтін болсақ, біздің негізгі мақсат жалпы техникалық, кәсіптік және орта білім деңгейіндегі білім ұйымдарын бітіру деген негізгі мақсат. Біз еңбек нарығына маман дайындаймыз. Ол маманымыз практикалық дағдысы өте мықты болу керек. Бітіргеннен кейін ол тек осы өңірде қалып қою, немесе Қазақстанның басқа жеріне кету емес, кез келген түкпірде өзі жұмыс жасай алып кететін біз машық қалыптастыруымыз керек. Сол үшін бұл чемпионаттың берері өте көп. Қазір таңда біз жалпы пандемия бізді көп нәрсеге үйретті ғой. Зуммен жиналыс жасауды үйреніп жатырмыз, қашықтықтан байланысуды үйреніп жатырмыз. Сондай қашықтықтан бізде WorldSkills Russia дейді, Россияның ұйымдастырып жатқан WorldSkills'на біздерде қашықтықтан 5 құзыреттілік бойынша қазір таңда қатысайын деп жатырмыз. Соған дайын электромонтаждық жұмыстар бойынша, сосын веб-дизайн дейміз, веб-дизайн бойынша, кондитер бойынша, сосын инженерный графика кад IT саласы бойынша осындай бағытта олар өздерінің арнайы камералары бар, 24 сағат бойы бақылап қояды, барлық қауіпсіздік шаралары жасақталған. Оны мысалы бір баланың орнына екінші бала орындау, немесе жетекшісі орындау, ол мүлдем алынып қалған. Жоғарыдан отырып, басқа елде отырып, басқарып, қатысушының жұмысын толық бақылай алады. Біз былтырғы жылда қатысып жоғары нәтижеге жеткен болатынбыз. Биылғы жылда Junior Skills дейді, сол бағытта, сосын негізгі конкурсқа осы Ресейдің WorldSkills'на қатысқымыз келіп отыр. Оның алдыңғы жылдары, енді пандемиядан бұрын алдыңғы жылдары студенттеріміз Белоруссияға барып қатысты, Европалық чемпионаттарға барып қатысты. Енді Өзбекстан бізден өте Қазақстаннан кейін кірді. Өзбекстан өзінің чемпионатына біздің қазақстандық жеңімпаздарымызды шақырып,
оған да барып қатысып қайтты. Енді өте жоғары нәтиже көрсетті. Себебі бізде енді машық жоғары ғой. Соның ішінде республикадан барған кезде бізден дәнекерлеу ісі бойынша Маңғыстау ауданында орналасқан Маңғыстау техникалық колледжінің студенті мысалы алтын медальға иеленді. Маңғыстау энергетикалық колледжі, жаңа мамандықтарды айтып жатырмыз ғой, біз мына сантехника саласын соңғы уақытта дамытып жатырмыз. Мына нелер көп жағдайда біздің адамдарымыз мамандықтың қыр-сырын түсіне бермейді. Мысалы дәнекерлеуші, токар, сантехник, бұлар өлмейтін жұмыстар. Олар тіпті бір мекемеге жұмысқа орналаспаса да, жеке өзінің жұмысын ашып, белгілі бір кәсібін ашып, өзінің нанын табуға бейімделе алады. Мысалы қазіргі таңда бізде дәнекерлеудің түр-түрі бар. Аргондық дәнекерлеу бар, электронәнекерлеу бар, полуавтомат, жартылай автомат дәнекерлеу бар. Осының барлық мүмкіншілігі толық жасақталған. Алюминиевойдың өзінде қалай дәнекерлеу, бұда енді үлкен өнер ғой жатқан, үлкен сала. Сосын токар бойынша ЧПУ аппараттар бар. ЧПУ деген сандық бағдарламалық басқару. Ол өндіріс орындарында жоқ, осындай үлкен ЧПУ аппараттары тұр. Осылармен де машықтанып, белгілі бір деңгейді алып шыға алады студенттеріміз. Демек, нәтижелер бар, алға қойып жатқан жоспар да аз емес. Сонымен қатар өлкеміздегі колледждердің барлығы делік заманауи жабдықтармен жабдықталып жатыр. Ол қуантады. Ол өте, бізде өзі бар жоғы 15 қана мемлекеттік колледжіміз бар. Оның қазір бізде 10 жабдықталып тұр, бірақ 100 талап ететін мамандық деген тізімнің ішінде педагогика, өнер, медицина салалары кірмейді. Біздің екеуі біздің гуманитарлық сала болып тұр, біреуі өнер саласы болып тұр, біреуі медицина саласы, біреуі біздің түрменің жанында орналасқан колледж болып тұр. Қалған 10 колледждің толықтай осы заманауи жабдықпен жабдықталып тұр. Үлкен өзгерістер бар. Жаңа өзіңіз өте жақсы айтып отырсыз. Біздің алға қойған жоспарымыз өте көп. Біз енді ол жабдықтарды алып тек жаңа тұрғызып қою емес, ол толық мектеп оқушыларына да белгілі бір практикалардан өтуге қызығушылары осындай жобалар жасақтап жатырмыз. Әртүрлі мектептермен, мысалы Назарбаев зияткерлік мектебімен, Ақтау қаласындағы білім инновация мектептерімен де байланысып, осы IT бағытында жұмыстарды жасауға біз жан-жақты меморандум, жалпы білім беретін мектептермен де осындай байланыстарды ары қарай арттырып жатырмыз. Және сонымен қатар оқу бағдарламаларының бәрін қайтадан жасақтап жатырмыз. Себебі еңбек нарығына, мысалы биыл түстіңіз ба, 9-дан кейін сіз жалпы білім беретін пәндерді 10-11-дің программасын бір жылда оқып шығасыз бағдарламасын. Одан кейін келесі жыл сізге белгілі бір біліктілік беріледі. Осы біліктілікті алып, сіз еңбек нарығына қосылып кетуіңізге болады. Артынан келіп басқа модульдерді жалғастыруға болады. Бірақ енді мемлекеттік грант сақталмайды, но бірақ жаңа мысалы бір екінші курстан шығып кетсе, үшінші курстан шығып кетсе, далада қалады дейтін еді ол бала. Қазір олар белгілі бір мамандықты алып шығып, еңбек нарығына қосылуына болады. Осындай мүмкіндіктер жасалып отыр. Ондай мүмкіндіктер жасалып отыр. Тағы да бір көрерменімізден сұрақ келіп түскен екен. Мен Қарақия кәсіптік колледжін оқып бітірдім. Программист мамандығы бойынша жұмыс жасай аламын ба дейді. Жалпы колледж бітіргеннен кейін, енді осы күнге дейін көп естіп келдік, көп жастар жұмыс таба алмай жан-жақта сандалып жүреді деген әңгімені. Мүмкіндіктер жасалып жатыр ма жұмыс тауып беруге? Біз енді мемлекеттік тапсырыспен бітіргеннен кейін мүмкіндігінше жастарымызды жұмыспен қамтуға жан-жақты жұмыстар жүргіземіз. Бірақ енді біз бірден тек 100% жұмысқа орналастырамыз деп бұл жерде жалау көтеріп айта алмаймыз. Себебі өзіңіз білесіз, еңбектегі бізде көпшілігі жауапкершілігі шектеулі мекемелер, немесе біреулері жеке кәсіпкерлер. Бір мекемелер мысалы өздерінің алатын жұмыс көлеміне байланысты жақсы дамып кетіп жатыр да, ал бір мекемелер қысқарып, кішірейіп қалып жатыр. Соған біз мысалы 5 жыл бұрын мемлекеттік тапсырыс алатын кезде де жұмыспен қамту совет дейміз, жұмыспен қамту мекемесінен де, атамекен кәсіпкерлер палатасынан да қандай мамандықтар сұранысқа ие, қай мамандықтарменен жұмысқа орналаса алады. Және сонымен қатар бізде жаңағы
ненің инновациялық бағдарламалар қанша біздің өңірімізде қандай жобалар ашылады, оған жобамен қандай мамандар керек дейтін біз міндетті түрде болжам жасаймыз, прогноз жасаймыз. Соған байланысты аламыз және сонымен қатар колледждің бітіруші түлектеріне колледждерге айтамыз мүмкіндігінше мекемелерге жұмысқа орналастыруға. Бірақ енді ата-аналар да дұрыс түсіну керек. Бала жұмысқа жақсы маман болып шығу үшін колледжді жақсы оқу керек, жақсы практикалық машығы мықты болу керек. Ондай мамандарды көп жағдайда өздері шақыртып алып сұранысқа. Біз бірден 25 бала бітірді, осы 25-ін қалай да жұмысқа ал деп, оларға міндеттеме қоя алмаймыз. Бірақ жан-жақты жұмыстар жүргіземіз, олардан талап етеміз. Мемлекеттік тапсырысты келесі жылы беру үшін де бұрынғы бітірген түлектеріңіз қанша пайыз жұмысқа орналасты дейтін бізде тармақ бар. Сол бойынша олар тапсырады бізде. Мынандай адам жұмысқа орналасты, мынандай мамандықпен орналасты, мынандай енді ол көп жағдайда мамандықпен орналаса алмаса да еңбек нарығымен қамтылып кетеді. Енді қызмет көрсету саласы бізде көбірек жұмысқа жақсы орналасады. Себебі мысалы автокөліктерге қызмет көрсету мамандығын бітірсе, өзінің диагностикасын аша алады. Любой кез келген жаңағы столар дейміз, соларға бар жұмысқа орналасады. Программист енді бала егер жақсы бітірсе, өзі жақсы бағдарламашы болса, мекемелерге енді оны колледж қолынан жетектеп жұмысқа орналастырмайды. Жалпы бағыт-бағдарын береді, мекемелермен жұмыстар жүргізеді. Егер де жаңа қатты өтініш болса, колледжге де айтайық, өздерінің әлеуметтік серіктес мекемелерімен тағы да сұрап қарасын. Жұмыстар ол жоғары оқу орнына жалғастырылады, ары қарай жұмысқа орналасу. Жалпы біз жұмысқа орналасуды межеден алып тастаған жоқпыз. Бірақ негізінде жалпы колледждің міндеттері білім беру, бірақ білім бергенде ол мемлекет тапсырыспен оқығаннан кейін олардың біз міндетті түрде еңбек нарығында белгілі бір орын табу бағытында жан-жақты жұмыстарды жүргізіп отырамыз. Түсінікті. Енді Жания Оңалбайқызы, жалпы келіп сұхбат бергеніңізге сізге көп рахмет. Хабарымыздың аяқталуына санаулы уақыт қалды. Қысқаша жауап бере кетсеңіз. Жатақханамен қамту мәселесі студенттерді. Бізде бұрынғы өткен жылдары жалпы жатақханамен қамту мәселесі бізде үлкен мәселе болды. Өздеріңіз білесіздер, елбасының 5 әлеуметтік бастама деді, соның 3-ші бастамасында жатақханамен қамту, жатақханаға орналастыру дейтін мәселе үлкен мәселе болып қозғалды. Қазіргі таңда біз қалада, біздің облыс орталығы, енді облыс орталығында бізде Маңғыстау политехникалық колледжінің жатақханасы бар, 180 орындық, ол толық күрделі жөндеуден өткізілді. Қазіргі таңда дайын тұр, және сонымен қатар Маңғыстау туризм колледжіне жатақхана берілді, 160 орындық 22-ші шағын ауданда орналасқан. Бұл да бізде дайын, және жеке меншік, жеке кәсіпкер Гусейнов деген орталық финансовый центрдан жартылай көтеретін, оның да жатақханасы бар, 200 орындық балалардан. Қазіргі таңда қатты бізде жатақханаға сұраныс жоқ, бірақ оны сұраныс жоқ деп кесіп айта алмаймыз. Себебі бізде қазір барлығы қашықтан емтихан тапсырып жатыр. Жаңа қабылдауды енді бастаймыз. Қыркүйек айына келген кезде уже белгілі болады. Жобамен қанша бала бізде жатақхананы талап етеді. Мүмкіншілігінше ол политехникалық колледжге, тек политехникалық колледждің баласы емес, орын болған жағдайда басқа колледждің балаларында сол жерге орналастыруға, қамтуға біз жұмыстанамыз. Сол сияқты туризм колледжінің де жатақханасына. Жаңа айтып отырған Қарақия кәсіптік колледжінің өзінің жатақханасы бар, өте жақсы жұмыс жасап тұр. Жан-жақтан келген балалар жатақханаға орналаса алады. Осындай біздің негізгі жатақханаларымыз, орын сандары. Сосын Есенов атындағы колледжіміз бар. Есенов университетінің жанынан бөлім шықты. Қазір өзі онда да 450 орындық жатақхана бар. Егер жатақханаға сұраныс болған жағдайда, оғанда біз өзіміздің студенттеріміз жатып білім ала алады. Түсінікті. Енді бүгінгі хабарда айтылған ақпаратты жалпы толыққанды тағы да бір сұрайым деушілер болса, білім басқармасына келіп сұрай берулеріне болады. Менің аты жөнім енді жаңа айтып өтті, Сармурзина Жания Оңалбайқызы, Маңғыстау облысы білім басқармасының техникалық және кәсіптік білім бөлімінің басшысымын. Негізгі біздің қалалық телефонымыз
57 12 39 кез келген ата-анаға, кез келген талапкерге біз әр уақытта жауап беруге дайынбыз. Біздің білім басқармасының сайты тұр. Әр колледжде виртуалдық қабылдау жұмыс жасайды. Сонымен қатар колл-центрдің номерлары бар. Колледждер өздерінің қабылдайтын мамандықтарының тізімін барлық сайттарына жариялады. Колледждерде де мамандар отыр, жаз бойы жұмыс жасайды. Егерде егов арқылы, мен бір нәрсе айтып кетейін, уақыт болса да, егерде егов арқылы мүлдем бұл жерде ЭЦП ключ керек болады, жаңағы ата-анасының, немесе тоғыз берген балада болмайды ғой электрондық цифрлық қолтаңбасы. Ата-анасының немесе үшінші адамның электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы тапсыра алады. Егер мүлдем тіпті жағдайы жоқ, интернет жоқ болатын болса, жақын жердегі колледжге барып та, сол колледжді таңдамаса да болады. Облыс орталығындағы колледжін таңдауына болады. Сол жердегі колледжге барып та құжат тапсыратын болса, олар қабылдап алып, ақпараттық жүйеге жүктейді. Түсінікті. Енді Жания Оңалбайқызы, сізге көп рахмет. Еңбегіңізге жеміс тілейміз. Рахмет. Сауатты, білімді ұрпақ көп болсын. Құрметті көрермен, бізге бүгінге берілген уақытта осымен өз мәресіне жетті. Келесі эфирде дидарласқанша аман сау болыңыздар.